Құрандағы адам мәселесі. Құран адамзатты қараңғылықтан нұрға бастайтын құдайлық рахмет мейірім көзі. Адамға бақыт жолын көрсететін Тәңірдің сөзі. Кәләм логос. Мәдениетіміздің тарихын өрнектеп, қайта қалыптастырған да осы Тәңір сөзі болатын. Өйткені дәстүрлі жабық қоғамдық жүйенің орнына адамиланған қоғамды орнату әрекеті Тәңір сөзіне негізделген әлемдік діндерден бастау алады. Яғни алғаш рет жабық сенім жүйелерінің ыдырап, орнына әлемдік діндер арқылы жоғарғы адамдық ой санының қалыптасқандығын көреміз. Осылайша Құран Тәңірдің бірлігі, таухид, құқықтық моральдық кітаптардың бірлігі, қоғамдық рухани бірлік сияқты маңызды құндылықтық мұраттарды қалыптастырды. Тәңір мен адам арасындағы рухани байланыс тікелей имандылыққа негізделген Құран үндеуіне қатысты. Құран жеке адам және қоғам тіршілігі үшін қажетті құқықтық, социо-экономикалық, саяси басқару, этикалық моральдық жүйелердегі негізгі қағидалар мен ұстанымдарды көрсеткен. Құранда орын алған ең маңызды мәселе бір Тәңір сенімі, таухид моноизм мен Тәңірдің құдіреті, табиғат пен адам және Тәңір арасындағы байланыстар жүйеленген. Құранда адамның көңілі, қалбі, жүрегі негізінен алғанда танымның көзі немесе танымға жетудің құралы мағынасында қолданылған. Құран адамдағы ақылды, қалыптың көзі, яғни көңілдің көзі, Тәңірге жеке мәндік аяны, ал Құранды объективтік, универсалдық аян, әлемді Тәңірдің екінші кітабы ретінде танытады. Сопылық дүниетаным, бірлік ұстанымын осы үш құдайлық аянды универсалдық тұтастық пен үйлесімділік негізінде топтастырған. Яғни бір ұстанымы адам, Құран және әлемді өзара тұтастықта қарайды. Құран Тәңірдің адамды халифа мақамында жаратқандығын айтады. Бұл жерде халифа ұғымы адамның әлемдегі орны мен маңызын анықтайтын діни категория. Сөздік ұғымы өкіл, орынбасар мағынасында айтылса, ал діни терминологияда Тәңірдің жердегі өкілі, орынбасары деген ең құрметті атақ болып саналады. Адамның мұндай жоғары атаққа лайық болуының сыры оның жаратылыс мақсаты мен ерекшелігінде жатыр. Бұл ерекшелік адамды құндылық жарату қабілеті мен қоршаған ортасын ұғымдар мен құбылыстар арқылы мағыналандырып, мәденилендіре алатын ақыл иесі болмыс ретінде басқа болмыстардан оқшаулап тұрады. Құрандағы мәлімет бойынша рух әлемінде Тәңір мен адамның арасында жаратушы жаратылған сипаттарын білдіретін, олардың өзара мақсаты мен міндетін анықтайтын әл-мисақ, яғни ант келісім сөз жүзеге асырылғанды. Адам бұл антты Тәңірдің жердегі өкілі ретінде жаратушысын ұмытпай, жердегі адамды орны мен қызметін атқарып алған аманатты сақтаймын деп берген болатын. Бұл жердегі аманат ұғымы иман, жауапкершілік, Тәңір және адамдардың құқықтары, сөз, ақыл, ойлау қабілетін дұрыс қолдану, ар-намысын сақтауды білдіреді. Адам осы қабілеттерін орнымен қолданып, дамыта алғанда ғана халифа деген атқа лайық болады. Құран аяттары адамзаттың бірлігін, Тәңірдің барлық адамдардың жаратушысы екендігін білдіргеннен кейін, мәдениет пен қоғамның, тайпалар мен ұлыстардың бір негізден пайда болатындығын ескертіп, олардың өзара тең сұхбат арқылы тұтастыққа, бірлікке ұласуын негізгі мақсат етіп көрсетеді. Сондықтан Тәңір адамзатты құдайлық табиғат негізінде өзара тең қылып жаратқан. Ал адамдардан кейінгі қоршаған ортасы, әлеуметтік тарихы, геоклиматтық, әдет-ғұрыптық, мәдениет, дүниетанымдық ерекшеліктері Тәңірдің тең қылып жарату ақиқатын өзгерте алмайды. Адам Тәңірге берген сөзінде тұрып-тұрмау, құдайлық сынаққа сену-сенбеу мәселесінде ерікті. Құран бойынша адам таңдау еркіндігі бар, жауапкершілік иесі, сонымен қатар аманат тасушы болмыс. Сондықтан да Құранда көрсетілген ақыреттегі иман етушілер, жұмақтағы немесе имансыздардың тамұқтағы халі
адамға жасалған негізгі ескерту болып табылады. Адам жан мен тән және ақылдан тұратын бір тұтас болмыс. Адамның тәні топырақтан, жаны тәңір әлемінен берілгендіктен, тән топыраққа, жан рухани әлемге өз негіздеріне оралуға құштар. Осындай жақсы мен жаман, ақ пен қара, тән мен жан, иман мен күпірлік, мойынсыну мен теріске шығару сияқты қарама-қайшы құбылыстарды жаратудағы сырды Құран көптеген аяттарында түсіндіреді. Егер адам ерікті болмаса, сынақ жүйесі мәнсіз болып шығар еді. Бұл түсіндірмелерден қарама-қайшылықтар мен күрестің объектісі адамның жаратылыс сырында екендігін көрінеді. Адам табиғатындағы қайшылықтар, Тәңірдің оны сынақтан өткізуі және оның кемелденуі мен рухани биіктеуі ақиқатты табу үшін қажетті деп тапқан жүйесі. Адамның рухани кемелденуі топырақ халінен басталып, Тәңірге қарай жол тартады. Яссауи хикметтерінде топырақ бол деп адамға жиі ескертілуінің сыры осында болса керек. Құран адамның рухани кемелденуінің, оның халифалық парызы, сонымен қатар құдайлық сынақтың ақиқаты деп қарайды. Құранның адамды басқа болмыстардан ерекше мақамға шығару жарату кезінде оған Тәңір өз рухынан үрлеген құдайлық жауһардың берілуіне байланысты болуы керек. Осы құдайлық жауһар арқылы адам періштелерден де жоғары Тәңірдің халифасы болуға лайық болмыс ретінде жаралған. Сонымен қатар адам ең көркем формада және мазмұнда жаратылған ең сұлу болмыс. Жақсылық пен жамандықты айыру қабілеті мен күші де тек адамда ғана беріліп, әлемдегі мүмкіндіктердің барлығы адамға қызмет ету үшін жаратылған. Адамның осы потенциалдық мүмкіндіктері өз кәдесіне жарата білуі, оның жеке әрекеті мен қабілетіне байланысты. Құранда адамның табиғаты мен мінезіне байланысты анықтамалар өте көп. Сонымен қатар адамның психологиялық қуаты мен қызметтері, рухани даму сатылары, адам типологиясы сияқты мәселелер кеңінен қамтылған. Дегенмен, Құранда басты мәселе ретінде адамның имандылық пен асылық, яғни Тәңірді жоққа шығару психологиясы арасында моральдық таңдау, сонымен қатар аян мен шабыт, дәстүрлі әлеуметтік әдеттердің ықпалы, сол топтардың психологиясы, діни үндегі қарсылық және қорғану механизмдер сияқты көптеген мәселелер қарастырылған. Құранда адам ең жоғарғы мақамда жаратылғанымен, оның нәпсінің зынданына түсіп, төрдегі басының есікке сүйейтін ең төменгі дәрежеге дейін құлдилайтын моральдық азғындауға да бейім екендігі ескертіледі. Адамның моральдық азғындауына берілген анықтамаларда оның әлсіз, қан төгуші, жоюшы, залым, қиянатшыл, ашкөз, арымтамақ, сараң, надан екендігі сыналып, Тәңір адамда осылардан қашуға, жиренуге үндейді. Өйткені Тәңірдің адамға қояр талабы, оның көркем құлықты, жамандыққа жаны қас, жақсылыққа жаршы болатын, Тәңірдің еркін жүзеге асыратын құл болу. Тәңірдің шынайы құл болу үшін адам ең алдымен өз болмысымен тұтастықта болып, содан кейін өз қоршаған әлеммен үйлесімділік құруы тиіс. Осы үндестікті қамтамасыз ету үшін Тәңір Құран арқылы адамға құндылықтар жүйесін ұсынады. Бұл құндылықтар адамгершілік пен парасаттылықты қалыптастырудың негізгі қалыбы тезі. Адамның жақсылық, парасатты іспен, сөзбен және оймен қарулануы оның иманының қуатына тікелей байланысты. Өйткені Құранда имандылық адамгершіліктің тұтқасы, негізгі көзі ретінде түсіндірілген. Имандылықтан туатын құндылықтар әділеттілік, турашылдық, ар-ұят, намыс, сабыр, төзімділік, жомарттық, шыншылдық, мейірімділік, ата-анаға құрмет, отансүйгіштік, қанағатшылдық, тазалық, махаббат, адамды сүю, жүректілік деп тізіп жалпы парасат құндылықтарына, ал имансыздықтан туындаған зұлымдық, жалғандық, екіжүзділік, опасыздық, менмендік, риякерлік, қорқақтық сияқты жаман қылықтарды масқаралық, разилат сипатын жатқызып, бұлардан аулақ болуын ескертеді. Құран адамның жаулануы қиын әлем екендігін, оны тек қана табиғи жолмен, ерікті, сұхбат арқылы тәрбиелеуді, оны дінге шақыруда ешқандай зорлық немесе қысым жасауға болмайтындығын ескертеді.
қорыта айтқанда, Құранда адамның қандай болмыс екендігі, өмір сүру ортасы мен тіршілігінің мәні, әлемдегі орны мен мақсаты туралы оның болмысын нақтылайтын тиянақты жауаптар бар. Бұл жауаптардың барлығы адамның рухы мен көңіліне қатысты психологиялық құбылыстар мен қуаттарды түсінікті әрі қарапайым тілмен берген. Құранның үндеуі адам санасына, рухы мен ақылына арналған. Адамға тек жүрек көңіл арқылы ғана жол табу мүмкін. Міне, Ахмет Яссауидің хал ілімінің басты мәселесінің рух немесе адам болуы да сондықтан.